Сәлеметсіз бе Олжас? Сәлеметсіз бе Арман? сәлеметсіз Сәлеметсіз бе? бе Майра? Саламатсыздар ма достар? Бүгін біз су тасқыны туралы тақырыпты қозғайық деп отырмыз. Соңғы уақытта осындай климаттық құбылыстардың ішінде су тасқыны көбірек жиі болып жатыр. Енді Қазақстанда да жоқ емес бар, бірақ басқа шет елдерде әсіресе өте қатты қарқынды түрде орын алып жатыр да осы су тасқыны. Енді бұның себебін ә, ғалымдар айтып жатыр. Халық оны естіп те жатқаны бар, білмейтіндер де бар. Теледидардан толыққанды ақпарат берілмей жатады. Сондықтан енді біз осы ақпаратқа жаңағы қызығушылық танытып, неліктен осылай болып жатыр деп жан жақты зерттейміз, қараймыз. Соны сіздер қалай ойлайсыздар? Енді жалпы су тасқынына келетін болсақ, қазіргі уақытта тепе теңдік бұзылды бүкіл әлем бойынша. Жаңбыр жаумайтын жерлерде жаңбырлар жауып жатыр. Мысалы, биыл Африкада қар жауды. Ол таңғаларлық оқиға негізі. Баяғыда құрғақшылық болған жерлерде жаңбыр жауып жатыр, ал жаңбыр көп болған жерде құрғақшылық байқалып жатыр. Және осы жаңбырлар олар бір уақытта 1-2 сағаттың ішінде бір айлық норманы бірақ жауып тастап жатыр да, бірнеше сағаттың ішінде. Соның әсерінен жерге сіңбей, ол ә, жолындағының бәрін шайып ағып кетеді. Көптеген үйлер, инфрақұрылым зақымдалды осының кесірінен. Негізінен айтады ғой, мынау океан кухня погоды деп, мұхит ауа райының асханасы дейді. Ол сияқты мұхит жылынған сайын одан булану көбейе бастайды. Соның әсерінен ол буланған су аспанға көтеріліп, нөсер жауындарға өте сондай қиын жағдайға келеді да. Соның әсерінен осы нөсер жауындар, қарлар, қалың қарлар жауып жатыр қазіргі уақытта. Ол сондай проблема болып тұр. Ал қысты күні жауған қар көктемде тез еріп, ол өте мынау жерге сіңбей, жолындағының бәрін шайып, біз былтыр осы Қазақстанда да болды су тасқыны, көптеген елді мекендерді шайып кетті. Сондай қиын оқиғалар болып жатыр. Негізінен жалпы олжас сонда мынау даже біздің Каспийдің, мысалы Каспий теңізінде су тартылып жатыр деген әңгімелер қай 21, 22, 23, 24 деп айтылып жатыр. Сол да осыған қатысы бар ғой, получается, да сонда? Иә, бұл бүкіл әлем бойынша процестер біріне байланысты ғой. Мысалы, бір жерде су кетсе, басқа жерде пайда болады. Ал бір жерде құрғақшылық болса, басқа жерде су көп болады. Сол сияқты сол тепе теңдік бұзылғандықтан осындай жағдай болып отыр да. Каспий тартылып жатыр, ал басқа жақтарда жауын шашын құйып жатыр. Сондай бір жағдайлар болып отыр. Енді қазіргі уақытта Каспийдің жағдайы өте алаңдатады. Өйткені осы көктемде Атырау жақтан Каспийге шетін көрейінші деп барған едім. Атырау жақта ең жақын точкадан машинамен жақындап, картамен келе жатырмыз. Бір уақытта карта бойынша біз теңіздің ішінде кетіп бара жатқандаймыз. Точка солай көрсетіп тұр да. Келе жатырмыз, теңіз жоқ. Бір где-то 1,5 шақырымдай жүріп тастадық. Содан кейін машина
лайға бата бастады ақыры. Асты тұз ғой, тұз қатпайды қыпты күні. Машина кіре бастады. Содан кейін, не де болса жаяу барып көрейін деп, машинадан түсіп жаяу бардым. Где-то бір шақырымдай. Мынау бриз дейді ғой. Иә, Ненің теңіздің бризі келіп тұр да бетке, самал желі. Бірақ көрінбейді теңіз. Ары қаратай барған жоқпын. Сосын артқа бұрылып, как раз суық кездер артқа бұрылып кеттік. Мен теңізді көре алмадым. Қандай ол жақ, оказывается, мелководье жақ екен да. Не өте қатты тартылып кеткен. Ал мысалы алыста кетіп иә, Ақтау жақтан барсаң, онда тереңдеу ғой. Онда онша байқала қоймайды, бірақ метрлеп қалай кетіп жатқаны байқалады да. Ал мына жақта таяз жағында масқара көрінеді екен. Соның не әсері қазір болып жатыр. Қанша мысалы мемлекеттер бар, сол Каспий теңізіне шекаралас. Қазақстан, Ресей, Азербайжан, тағы да басқа мемлекеттер. Соның салдары осы елдерге тиеді. Егер де адамдар ойланып осы жағдайды шешуге тырыспаса, климаттың жағдайын. Сонда адамдарға нақты қандай қауіп төніп тұр? Адамдарға мынау теңіз кеткен кезде оның тартылған жерінде тұз қалады. Тұз кері әсерін тигізеді, әртүрлі жақтарға ұшып. Сосын балық шаруашылығы, азық шаруашылығы, мынау балық аулау қиындай түседі. Соның әсерінен мынау продовольственный кризис дейді ғой. Азық түлік тапшылығы қаупі бар. Сосын көптеген сол негізді экологиялық өзгерістер ол бәріне әсер етеді. Тек қана сол шекаралас елдерге емес, бүкіл адамдарға қатысы бар. Ол жалғыз Каспий емес, тартылып жатқан бүкіл әлем бойынша жүздеген көлдер тартылып кетті. Соның зардабын қазір адамдар тартып жатыр. Өзендер тартылып жатыр. Ауыз су тапшылығы, көптеген мынау нелер, қалаларды қамтамасыз етіп отқан өзендер тартылып кетті. Соның әсерінен су тапшылығы пайда болып, қалаларда мынау лимит орнатты да. Әсіресе Европа елдерінде лимит орнатты суға деген. Соның зардабын қазір адамдар тартып жатыр. Ал болашақта ол одан сайын ушыға түседі. Бір сутканың ішінде бір көл жоқ болып кеткені. Сол туралы білесіздер ме? Мен нақты қай мемлекетте екенін білмеймін, әйтеуір сол нәрсені естігенмін, именно сондай жағдай болған. Бір күнде жоқ болып кеткен. Балығымен бірге кетіп қалған ғой. Иә, Мен де естідім. су жоқ сияқты, ешқашан болмағандай. Қай көл екенін есімде жоқ. Балығымен бірге бір тесікке кетіп қойған деп. Иә, Қазіргі уақытта магма көтеріліп жатыр ғой. Ядро қызып жатыр ғарыш сәулелерінен. Соның әсерінен магма қызып, жер қыртысына қаратай жақындап жатыр да. Жердің астында мынау литосфераны ертіп жатыр. Соның әсерінен қатты давлениемен келген магма жарықтардың пайда болуына әсер етеді. Соңынан жарықтар арқылы жердің астында бетіндегі су жарықтарға кетеді. Осылай міне өзендер, көлдер
тартылып кетіп жатыр бір күні. Бәрі бір-бірімен байланысты. Жалпы негізі жаңағы айтып жатқан жағдайлар көп жерлерде сулар тартылып жатыр. Я оны мен де білемін, осы 1,5-2 жылдың ішінде қанша ақпарат таратып жүрген уақытта бұл жағдайларды көп жерлерде көрдік, біліп жатырмыз, бақылап жатырмыз да. Вот сұрақ туындайды да, осы сулар қазір қайда тартылып кетіп жатыр? Қайда кетіп жатыр осы сулар? Мысалға жаңа Бауыржан ханым айтқандай, сулар бір күнде жоқ болып кетіп жатқан, мысалы көлдер бар, ол болған кәдімгі видео жаңағындай түсірілімі бәрі бар интернет желісінде. Бір сұрақ туындайды осы мысалға, білмеймін, адамдар осындай сұрақ ойлай ма, ойламай ма, бірақ менің басымда сұрақ туындайды да, қайда кетіп жатыр ол су? Қазіргі уақытта осындай құбылыс орын алып жатыр. Ғалымдардың айтуы бойынша дыхание земли дейді, жердің тыныс алуы процесі жүріп жатыр қазіргі уақытта. Жер шары экватор бойында кеңейіп жатыр. Соның әсерінен мынау жердің бетіндегі сулар астына кетіп жатыр да. Бірақ бұл процестің тағы бір екінші үрдісі болады. Ол сол судың выдох земли дейді, дем шығаруы жердің. Сол кезде осы сулар жер бетіне шығып, тауларға дейін жер бетін батырып жібереді екен да. Мынау библейский потоп дейді. Сондай су басқан кездер бар ғой. Мынау Ноев ковчег дейді, ол сияқты кезеңдер сол кезде орын алған. Мысалы, мынау каньон нелерге барасың ғой, каньон бар жерлерге. Ана жерлерге қарасаң, кәдімгідей таулардың үстінде су болғаны көрінеді да. Жыл сайын шайылып отырғанын, сондай су эрозиясына ұшырағанын байқайсың таулардың. Ал бірақ ойлайсың да, бұл жерге су қайдан келді, өте биік жер ғой. Бұл процесс, міне ғалымдардың айтқаны осы процесті түсіндіреді. Неліктен осы биік таулар эрозияға ұшыраған. Сондай процесс жүріп жатыр қазіргі уақытта. Я мен қанша күн болды Болгариядағы су тасқынды байқап отырмын да, мысалы оқып қарап. Былай қарасаң, жаңа алдында айтып кеттік қой, су тасқындар, су тартылып жатыр. Көп жерлерде сулар жер астына кетіп жатыр. Жаңа Олжас мырза айтқандай, мысалға бұл вдох земли дейді, өзінің ішіне алып жатыр, сонда получается, яғни да ішіне алып жатыр, и бір мезетте ертең бір определенный уақыт келгенде ол қайтадан сыртына шығады. Енді бір қызығы, мынау вроде бы жердің бетінде су тартылып жатыр, бірақ ауадан келген судың арқасында судың деңгейі 3-4 метрге жоғарылап, қаншама елді мекендерді су басып жатыр мысалға да. Тоже былай қарасаң енді ойлауға келмейтін жағдай. Ойлауға келмейтін жағдайда енді аспаннан жауған су тоқтаусыз жауып жатыр да, бір мезетте кәдімгідей мына видеоларға назар аударсаң мысалға, буквально міне пару минут назад вроде бы жаңбыр жауып жатыр, и сразу су көтеріледі дейді, бірінші этажға дейін, бірінші этаждың төбесіне дейін жауып кетеді мысалы. Соның бәрі сол жаңағы тоже айтып отырған сол 12 мың жылдық табиғи құбылыс дейміз мысалға да, жаңа сол 12 мың жылдық цикл, жаңа Олжас мырза айтқандай, бұл баяғыда болған жағдай, бұның бәрі 12 мың жыл бұрын болған. То есть жаңағы тоже суды жер астына жинап, бір күнде жаңа топан су дейді мысалға да, Нұх пайғамбарымыздың кезінде болған выдох, то есть бойындағы судың бәрін сыртқа жіберген. Мысалға сол күндерге біз қазір келе жатырмыз. Енді нақты былай бір ауызбен айтқанда солай. Оның бәрінің дәлелі бар, оның бәрін қаншама ғалымдар 10 жылдап, 20 жылдап, 95 жылдан бастап зерттеп, осындай әбден көздер жеткеннен кейін уже халыққа, мынау мемлекеттердің басшыларына, бүкіл жер бетінде бар мемлекеттердің басшыларына, үлкен организацияларға уже айта бастаған еще 10 жыл бұрын, что осы именно 24-ші жылдан басталып осындай катаклизмдер ұлғая бастайды, бұдан шығатын жолы бар деген жаңағындай әңгімелер көтерілген. Бірақ та
өкінішке орай естіген ел естімегенсіп, естімеген ел көрмегенсіп жүрміз әлі күнге дейін. Енді өкініштісі сол да, өкініштісі сол үшін. Енді біздің қазір Қазақстанның өзінде былтырғы жылдары 12 облысты су басты, иә, ол халық жаңа дайын емес екенін, апаттарға ешқандай дайындығымыз жоқ, жаңағы сондықтан бұл жерде біздің қазіргі мақсатымыз қорқыту емес, жаңағы апаттар жайында айтып, ескертулер, яғни адамзат, біз өзіміз, сіздер қарапайым халық, апаттар қай уақытта болатынын біз ешқандай біле алмаймыз, себебі бізде әлі біртұтас ғылыми зерттеу орталығы әлі ашылмады. Мықты осы климатты зерттейтін ғалымдардың басы бірігіп зерттейтін орталық ашылса деген талап қойып отырмыз біз. Енді негізі адамдар бүкіл мына осы климатты зерттейтін ғалымдар мықты Европада тұрады, шетелде басқа мемлекеттерде тұратын ғалымдар осы бүкіл қарапайым халыққа үндеуін тастады ғой. Ол жаңағы форумдарда көрсетіледі, өздерінің зерттеулерімен айтылады. Оны жаңағы әр адам өзі жаңағы көріп, зерттеп, өздері көрсе, соқырға таяқ ұстатқандай, яғни апаттар действительно болып жатыр. Адамдар, қаншама адамдар осы апаттардан өліп жатыр. Мына Европа елдерінде қандай апаттар болып жатыр қазір сіздермен біздер сөйлесіп отырғанның өзінде қазір бір адамдар өліп жатыр десе болады, сәбилер мысалы. Соған енді біз мына тездетіп осы даусымызды естісе, халық оянса, осы бір шешімге келсек, зерттеулерді бастап, не деген, мысалы жаңа айтып жатсыздар ғой, судың көлемі қазір әрбір адаммен сөйлесіп қалсаң, уже айтады, бұрынғыдай емес, қазір басқаша, климат өзгерген деп жаңағы айтып жатады. Яғни сезеді бәрі. Соны жаңағы біз айтып жатқанымыз осы, неге қазір жаңбырдың жауса да судың көлемі көбейіп жатыр. Себебі бұлттар аспанына мұхитымызды өлтіріп алдық, енді пластиктермен тұншықтырдық, мұнайдың бәрін сорып, орны суға толып жатыр, ішетін суларымыздың бәрі тартылып кетіп жатыр, жер өзінің тынысын алып жатыр деп жатырсыздар. Дұрыс айтасыздар, мен де жаңағы қосыламын. Енді қарапайым жаңағы халық соны түсініп, бұл жерде бәріміз жаңағы апаттардың любой момент келуі мүмкін да, біз дайын емеспіз. Су апаты, жаңағы қазірдің өзінде желдер қатты болып жатыр, жер сілкіністер болды. Мысалы, мына бүгін болды ма, Таразда болған жер сілкіністер. Міне осының бәрі біз осы сіздерге айтып жатқанымыз, бәріміз бірігіп біртұтас орталықтың ашылуын, зерттеулер басталса, адамзаттың өмірі ең басты құнды екенін түсіну керекпіз. Апаттардан адамдар өлмеу керек, себебі дамыған ғасырда өмір сүріп жатырмыз, дамыған технологиялар бар. Мысалы, атмосферадан су алу генераторы дейді, ауадағы суды жаңағы тазалап ішетін су жасауға өте мүмкіндіктер бар екен, осыны пайдаланса. Ауадан су алатын генераторлар, иә. Осы технологияларды пайдалану арқылы климатты жөндеуге болады деп жатыр. Осыны қалай бұл процесс жүзеге асады? Міне қазіргі уақытта мұхит буланып жатыр. Бұның әсерінен бүкіл әлемде жауын-шашын сондай көбейіп жатыр. Енді қазіргі уақытта бұл жалғыз жылынып жатқан ғарыштық сәулелену ғана емес, сонымен қатар антропогендік фактор да бар. Антропогендік фактор дегеніміз, адамзат 50-ші жылдардан бастап көмірсутектерді шығара бастады. Атап айтқанда пластикті ойлап тапты. Соның әсерінен жаппай ластану басталды. Ол пластик мынау табиғи жолмен жойылып кетпейді. Ол тек қана ыдырап,
кішкентай бөлшектерге бөлініп микропластик және нанопластик болып қоршаған ортаға таралады. Олар мысалы сондай кішкентай бөлшектер бір тамшы судың өзінде бірнеше жүздеген бөлшектер болады солардың. Соның әсерінен қазіргі уақытта мынау пластиктің әсерінен мұхит өзінің мынау жылу өткізгіштік қабілетінен айырылды. Қазіргі уақытта мынау бұрынғы жердің астындағы қызуды мұхит өзіне алып, атмосфераға беріп, атмосфера космосқа қарата жіберетін жылуды. Ал қазіргі уақытта бұл процесс түбегейлі өзгерді. Қазіргі уақытта мынау атмосфераға буланған нанопластик, микропластик, ол да белгілі бір жылыжай эффектісін жасап жатыр. Бұл қалай жасалып жатыр? Мынау мұхит өзі әсер өткізіп жатқан жылуды атмосфераға жібергенде, атмосфера парник сияқты, жылыжай сияқты ұстап тұрады сол жылуды, космосқа бермей. Соның әсерінен мұхит одан сайын қызып жатыр қазіргі уақытта. Енді атмосфералық су генераторларын енгізетін болсақ, ол жағдайда мынау ауадағы суды атмосфералық генераторлар өзіне тартып алады. Қазіргі уақытта мынау кондиционерлар бар ғой, көшеде кетіп бара жатсаң, жазғы күні тамшылап су ағып жатады радиаторлардан. Сол сияқты атмосфералық генераторлардың принципі сондай. Ол конденсация арқылы суды бөледі ауадағы. Соның арқасында мынау содан бөлінген суды фильтрация жасап, нано және микропластикті бөліп алу мүмкіндігі бар. Әрі қаратай табиғи жолмен суды жермен жіберіп, тағы бір фильтрация өтеді. Соның әсерінен атмосферадағы нано және микропластик азаяды, және де жылу өткізгіштік қабілеті жақсара түседі. Егер де толыққанды осы атмосфералық генераторларды жаппай енгізетін болсақ, мынау бүкіл әлем бойынша бүкіл елдер қолдап, сол жер асты суларын емес, атмосфералық генераторлар арқылы бүкіл мынау бау-бақшаларды, жануарларды және өзіміз пайдаланатын суды атмосфералық генераторлардан алсақ, 3 жылдың ішінде табиғатты қалпына келтіруге болады екен. Ол жағдайда ешқандай су тасқындары болмайды, мұхит өзінің функциясын атқара бастайды, микро және нанопластик бөлшектер мұхитта да, атмосферада азая бастайды. Енді қазіргі уақытта мынау пластиктен толыққанды бас тарту мүмкін емес, өйткені қалыптасып қалған жағдай. Бұны тек қана осындай альтернативті жолдармен әлсін одан бас тартуымыз керек. Осы енді келесі мәселе, мынау атмосфералық генераторларды су өндіру үшін онда өте көп энергия қажет болады. Ол энергияны қайдан аламыз, не істеуге болады деп көп ойланады. Бірақ қазіргі уақытта осындай зерттеулер жүргізіліп жатыр. ОТГ дейді, отынсыз генераторлар, бестопливный генератор. Олар мынау графенді бөлшектерден, және де Қызылордадан Марат деген жігіт өзінің өнер табысын жариялады конференцияда, сол туралы айтылған. Сол арқылы осы отынсыз генераторлар арқылы біз атмосфералық генераторлардың жұмысына энергияны таба аламыз.
ол нағыз жасыл энергия. Қазіргі уақыттағы мына жел энергиясы, күн энергиясы ол келе жатқан климаттық апаттар жағдайында өте осал. Өйткені қатты желдер мынау күн панельдерін карточный колода дейді ғой, карт сияқты түсіріп береді. Ал мынау ветрогенераторлар, жел генераторлары, олар қатты желдерден өзінің өнімділігін жүзеге асыра алмайды, және көбі сол желдің әсерінен сынады, құлап жатады, күйіп жатады. Оған оптимальды бір жел керек. Одан көп те емес, одан аз да емес. Сонда ғана ол энергияны пайдалануға болады. Ал егер де жел болмаса, немесе қатты соқса, ол жағдайда ол генераторға үміт артуға болмайды. Сондықтан атмосфералық су генераторлармен қатар осы отынсыз генераторлар технологиясын бірге енгізу керек. Демек, осы екі технологияны пайдалану арқылы су тапшылығы мәселесін шешеміз. Климаттағы пластикті аз да болса азайтып, жаңағы мұхиттардың өзінің процесін қалыпқа келтіре аламыз, иә? Сосын үшіншіден отынсыз генераторлар бізге осындай климаттық жағдайларда электр кез келген уақытта болатындай мүмкіндік береді, иә? Ол енді электр энергиясы ғой, отынсыз генератор деген. Иә, мысалы ол ешқандай климаттық мынау жағдайларға тәуелді емес. Өйткені өзі бір жерде тұрып энергияны вырабатывать ете береді. Мысалы қазіргі уақытта да нано Power Cube деген генератор бар. Ол графенді пластиналардың арқасында мынау микро бөлшектер қозғалысының арқасында энергияны түседі. Сондай технология бар. Және де ондай генераторды мысалы бір үйге кететін энергия шамамен 5 киловатт. Сол бір генератор 5 киловатт бір үйді қамтамасыз ете алады. Сондай генераторлар көп шықса, мысалы адамзатқа қазіргі уақытта телефон сияқты көп сондай шығарылса, адамзатқа не болса, доступный болса сол генераторлар, әрине бұл өте жақсы нәтиже әкелер еді. Өйткені ауа райы да тазарады. Қазіргі пайдаланып жатқан көмірсутектерді қазып алу болмайды. Энергия, мысалы, ол генераторларды автомобильге, ұшақтарға, кемелерге, барлық жерлерге енгізуге болады. Тек қана атмосферный генератор ғана емес. Соның арқасында адамдар эволюциялық келесі қадамға өтеді. Негізі адамзат цивилизация болу үшін, қазіргі айтамыз, қазіргі уақытта біз цивилизациямыз деп. Бірақ біз цивилизация емеспіз. Цивилизация болу үшін адамдарда еркін энергия болу керек. Еркін энергия осы БТГ. Ал екінші адамдардың қолында сол билік болу керек. Өздері жұмылып, ақылдасып, осындай жағдайларды шешу керек. Тек қана климат қана мәселесін емес. Климатты түзесек, негізі осы технологияларды енгізсек, адамдар өте керемет болашаққа қадам басады деп ойлаймын, болашақта. Қазір атмосферада ылғал көп деп жатыр, иә? Осы ылғалдың көптігінен осындай жауын шашындар
мөлшері бір айлық мөлшер бір сағатта жауып кетіп жатыр. Немесе бұршақтар жауып жатыр үлкен көлемде. Немесе қар жауғанда да солай өте 2 метрлік қарлар жауды, иә. Сонда осындай жағдайларда адамдар қалай өзін алдын ала сақтану шараларын жасау керек? Мысалы, су тасқынында не істеу керек? Немесе жаңағыдай қар жауғанда қандай сақтық шараларын қолдану керек? Мысалға мен тағы да Болгарияны алатын болсақ, енді қандай сақтық шара қолдануға болады? Содан білмеймін, негізі сақтық шарадан бұрын негізі осыны болдырмайтындай жағдай істеу үшін адамдар осының бәрін түсінуіміз керек қой. Біз жаңағы Олжас айтып кеткендей, мысалға жаңағындай шығар жолын айтты, технологияларды айтты да, осындай шығар жолы бар екен, осындай технологияларды қолдансақ осының бәрін тоқтатуға болады деген. Мысалға осы жағдайдың бәрін түсініп, лучше адамдардың басын қосып, ол жаңағындай қалай енді қашу амалын емес, сосын тоқтату амалын ойластыру керек деп ойлаймын. Мен су тасқынынан қалай қашып құтыласың, тем более сен білмейсің қай уақытта келеді. Енді жаңағы видеоға қарасақ, Болгариядағы болып жатқан жағдай тағы да сол көз алдында міне жауып тұрған жаңбырдан көз алдында су көтерілген, тез ол 1 сағат уақыт жоқ, жарты сағат уақыт жоқ, моментально ол судың деңгейі көтеріліп кеткен. Мысалы, қандай енді самое главное, адам деген психологиялық түрде дайын болу керек деп ойлаймын. Негізі қазіргі таңда осы әбден мынау осы ғалымдардың айтып жатқан, волонтерлардың айтып жатқан, білетін адамдардың айтып жатқан, естімей көрмей отырған адамдарға лучше психологиялық түрде осыны зерттеп, жаңағының бар жағдайдың мән жайын түсініп, минимум хотя бы психологиялық түрде дайын болу керек адамдарға. Хотя бы минимум. Әрекет тағы да біздің қолымызда не? Ақпарат тарату ғана келеді біздің қолымыздан. Жаңағы ақпарат тарату арқылы біздің ғалымдарға мүмкіндік ашып берер едік, мысалға да. Енді мысалы көп видеолар бар, негізі көп осы интернет желісінде, қандай тревожный рюкзак, қандай жағдайларға. В общем, жалпы бірінші документтен бастап, жылы киіміңді, дәрі-дәрмегіңді, бір 2-3 күндік тамақтарыңды, консерві, жаңа бүлінбейтін мысалға пшеница мындайларын дайындап алсаң, мысалға бір 2-3 рюкзак дайындап қойсаң, үлкен бала шағаң болса, 2-3 рюкзак бала шағаңа жылы киім дегендей. Иә, ол дайын болу керек оған. Су тасқыны кезінде міндетті түрде мынандай инфраструктура бұзылады, свет болмайды. Жейтін тамақты да, мысалы, қазір біз магазиннан барып алып жүрген тамағымызды ала алмай қаламыз. Сонда, мысалы, бірінші кезекте жейтін тамақ керек, иә? Соны құрт салып алу керек сумкаға, мынандай вакуумный бір пакетке. Құрт ұзаққа дейін адамды нетеді. Сосын, кстати, қант немесе тәтті бір зат, глюкоза керек адамға. Жер сілкінісі болды ғой Турцияда. Сонда Түркияның бір несі спасателі айтқан, не істеу керек дейді жер сілкінісі кезінде. Жер сілкінісі кезінде адамдар бірінші треугольник тауып алу керек дейді. Треугольник жизни дейді. Өмір үшбұрышын тауып алу керек. Бұл диванның іргесі, холодильниктің жаны, сондай жерлер басылып езіліп қоймайтын. Сондай жерде сосын қант ала сал дейді өзімен бірге. Иә, қант. Шекер дейді. Өзіміздің тіліміз ұқсас қой түріктермен. Шекер дейді. Шекер алыңыз өзіңізбен. Ол дейді сіздерге өте біраз уақыт өмір сүруге мүмкіндік береді дейді. Енді қалай қант өмір сүруге мүмкіндік беретінін білмеймін, бірақ осы глюкоза шығар адамға керек. Иә. Энергия беріп тұрады, углевод. Энергия ол тез сіңеді организмге, содан энергия беріп тұрады. Сол уақытта дейді, волонтер болып барып көмектескен кісінің айту бойынша, сол қайтыс болып кеткен адамдар осы жер сілкінісінен аз дейді, чем содан кейінгі
жер сілкінісі тоқтағаннан кейінгі қайтыс болған адамдар санына қарағанда. Өйткені жер сілкінісінен кейін адамдар жейтін тамақ таппады дейді. Жан жақтан енді мемлекеттерден көмектер келеді ғой, ол дер кезінде жетпейді. Ал адамдарға күнделікті енді тамақ керек қой. Сонда көбісі сол аштықтан өлді дейді. Адамның базовый потребностьтары жоқ болған кезде адам слабый ғой, өзі тез аштан өледі, суықтан өледі, немесе қарапайым бір дәрі-дәрмектің жоқтығынан кетіп қалып жатады. Иә. Су тапшылығы туралы бір ауыз сөз айтып кетсек, қандай қазір проблема болып тұр бізде, Қазақстан бойынша болсын, жалпы әлем бойынша болсын, ауыз су тапшылығы. Осы климатқа әсері бар, иә, бағана енді шет жағасын айтып кеттіңіз, бірақ сонда да бір именно ішетін суды біз қалай осы мәселені шешеміз, себебі азайып келе жатыр ғой. Сол қазіргі уақытта су проблемасы бүкіл еліміз бойынша да байқалып жатыр. Өзендер, көлдер тартылып жатыр. Содан алып едік қой судың көбін. Және мынау мегаполистер өткен сайын оның жанындағы өзендерге нагрузка кетті. Су пайдалану көбейеді. Енді қазіргі уақытта мынау Астана қаласына үйлер салынбайды. Құрылысты ақырын азайтып жатыр. Өйткені біріншіден энергия тапшылығы, екіншіден ауыз су тапшылығы. Басқа Павлодар жақтан бір өзенді арнағы каналға бұрып әкелеміз дейді, бірақ ол қашан болады, және оны қашан жасайды, ол белгісіз. Сондай әсер етіп жатыр қазіргі уақытта су тапшылығы. Су тапшылығынан мынау құрғақшылық болған жерлерде ауыл шаруашылығын жүргізуде үлкен проблемаға айналып жатыр. Аптап ыстықтан қуаңшылық жылдары сондай көптеген өсімдіктердің өсуіне жағдай болмай жатыр. Соның салдарынан өнімділік те азаяды, және оның салдары ретінде өнім де азаяды. Оның салдарынан баға қымбаттайды. Мысалы, қуаңшылық жылдары қалай қымбаттағаны халыққа әсер етеді да бәрі бағаға. Биылдың өзінде осы тұрып жатқан жерлерімізден байқалып жатыр құрғақшылық, жаңбыр көп жауып жатса да, жаңағы шөптердің жаңағы несі жоқ, как-то қурап кетіп жатыр да, күннің қатты ыстығынан. Құрғақшылық биыл көп, адамдар малдарын сатып, биыл қыстан қалай шығамыз деген сондай өздерінде үрейлер де бар. Енді өзіңнің туысқандарыңнан естисің ғой, биыл қыс қалай болады, шөп жоқ, басқа жақтан барып шөптер сатып алып, малдарына сойытып, сондайлармен елдер қазір әбігерге түсіп, сондай жайттарды мен өзім естіп, бақылап, сөйтіп қоямын да. Бұл енді ғалымдардың айтуынша бұл бастамасы, бұндай жайттар уже жиі болатын болады. Жаңағы апаттар, қазір мына турбулентностьтар көбейіп жатыр, өзі. Климатта өзгерістер қатты білініп жатыр. Сондықтан халық бірігіп, тездетіп, жаңағы осы дамыған технологияларды пайдаланып, апаттардан аман қалудың жолын іздестіруіміз керек. Жаңағы адамдардың бәленбай адам өледі жер сілкінісінен деп, жаңағы жер дайындаудың қажеті жоқ. Наоборот, сол қауіпті аймақтарда орналасқан
елдерді, халықты қауіпсіз жерлерге жаңағы ескертулер жасап, ашық түрде айтылса, осындай апаттар болуы мүмкін. Мысалы халықты алдын ала, мысалы қазір мына жерде болып жатқан, шетелде болып жатқан су апаттарынан кейбір жерде мысалы адамдарды уақытында эвакуация жасап аман алып қалып жатқан естіп жатасың. Бір жағынан қуанасың, аман алып қалыпты ғой бәленбай адамды деп. Мысалы сондай, ал егер де ондай эвакуация жасалынбай қалған жағдайларда қаншама адамдарды жаңағы апаттар жалмайтын еді. Сол сияқты бізде қазір осы ғылым білімге жүгініп адамзат көзіміз ашық, дамыған технологиялардың көмегімен апаттардан адамзатты аман алып қалып, алтын ғасырда өмір сүруге шақырсақ, жаңағы апаттардан апаттар айтып келмейді ғой енді. Қазір біз 12 мың жылдық цикл, 24 мың жылдық циклға кіріп жатырмыз. Бүкіл мынау мықты осы климатты зерттейтін ғалымдар үндеу тастады. Ол жөнінде жаңағы форумдар түсірілген, волонтерлар. Осы форумдарда дүниежүзілік дағдарыс шығатын жол бар деген, сол жерде көрсе, зерттеп, анықтап, түсініп зерттесе болады. Яғни ол жерде ашық айтылады. Бұрын да бізден де бұрын адамдар өмір сүрген, мысалы өздеріңіз білесіздер, қаншама динозаврлар, мысалы соның бәрі жаңа апаттардан жойылды. Біз сондай циклға кіріп жатырмыз, уже кірдік десе болады. Бұл апаттар одан ары көбейе беретін ғалымдар айтып жатыр. Мынау билікте отырған басшылар естіп, осы ғалымдардың айтып жатқанына кішкене құлақ асып, осыны іске асырсақ, бүкіл мына жер планетамызды, жер анамызды осы апаттардан аман алып, жаңағы енді апаттар болмайды, тоқтатып тастамайды, әрине болады, бірақ халықты сол апаттардан аман алып, қауіпсіз жерлерге көшіріп, сондай әрекеттер жасаса, сондықтан біз сияқты, өзіміз сияқты қарапайым халық жаңағы апаттар болып жатса, жаңағы қызықтап, жаңағы суретке түсіріп, видеоға түсіріп тұрмау керек екенін ескертуіміз керек. Жаңағы білу керек, любой адам алғашқы апаттар, қандай апат, жер сілкінісі болсын, су апаты болсын, оползни дейді, жаңағы селдер, тайфундар, мысалы сондай жерде қандай қауіпсіздік шараларын білу керек. Яғни адамдар жаңағы үйін қимай, осы үйде мен аман қалам деп жаңағы қараңғы көзқарас болмау керек. Адам автоматты түрде, жаңағы шартты рефлекс жаңағы түрде тез жиналып, бала шағасын жинап, тревожный жаңағы дабыл чемодандарына заттарын, жылы киімдерін, тамақтарын, сусындар, соларды жинап, дереу жиналып, жаңағы қауіпсіз жаңағы өзінің тұратын жерлерінде, аймақтарда өздерінің жанұясын, жақын көршілерін, жақындарын, өмірлерін сақтап қалу әрекеттерінен білу керек екен. Білу керекпіз да негізі. Сондайға біз кішкене адамдарды психологически, физически адам дайын болуымыз керек. Жаңағы жайбарақат, қимай, үйімді қимай, осы жерде қалсам аман қалам деп, жаңағы бункерлерде даже адамдарды құтқармайды деп жатыр, ғалымдар айтады. Қазір мысалы ақшасы қалталы барлар, қалтасында ақшасы барлар бункерлер сатып, сөйтіп жатыр. Негізі жаңағы ғалымдар айтады, жердің астынан жаңағы магмалардың қызып көтеріліп келе жатқандар, вулкандардың, ол ешқандай нені аман алып қала алмайды. Темірдің өзін балқытып жібереді ғой енді, яғни. Сондықтан біз ондай жаңағы қысқа түсінікте қалмауымыз керек. Біз дамыған технологиялармен, мысалы атмосферадан су алу генераторы арқылы атмосферада көмір қышқыл газдан тазартып, жаңағы мұхитымызды тазартып, мұхит тіршілік көзі болғандықтан мұхитты пластиктерден тазартсақ, біраз біз жаңағы жауынның, жаңағы көп жауын жауып жатқанын, сулардың мөлшерінің көбейіп жатқанын, соған кішкене әрекеттер жасаламыз. Жер сілкіністер қазір жиі болып жатыр, міне қаншама адамдар жер сілкінісінен өліп жатыр. Бізде ашық ол ақпараттар жетпейді былай. Енді адамдар түсіріп естіп жатырмыз, бірақ көптеген адамдар сол апаттарда үйінділердің астында тірідей өліп кетіп жатыр. Мысалы
өте қиын жағдай. Ол ойлаймыз біздің басымызға келмейді, біздің Қазақстан аман қаламыз деп. Ешқандай гарантия жоқ. Сондықтан жаңағы қысқа ойламауымыз керек, терең ойланып, терең зерттеп, неге осы мықты жаңағы ғалымдардың дауысын естіп оянып, неге біз соны іске асырмасқа, ученыйлар біріксе результат болатыны ол кәміл сенеміз. Өйткені ол жайында біздің жаңағы сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам айтып кеткен, соңғыларға сенемін. Яғни олар ғылым білімге жүгіну керек екенін. Сондықтан мен енді өзімнің ойым жаңағы тездетіп осы ақпаратты естіп отырған, мысалы көріп отырсаңыздар, мыналар не деп жатыр, жаңағы жалған ақпараттарға сенгенше осындай шындықты айтып шырылдап жатқан адамдарды естіп, жақындарыңызды осы болып жатқан қауіп қатерлі апаттардан, климаттық апаттардан жандарын аман алып қалуға, яғни сақтық шараларын білу керек екен. Апаттар бола қалған жағдайда алғашқы көрсетілетін көмектерді білу керек. Сол жағында бізде ақпараттар көп жүрсе, мынау жоғарғы оқу орындарда, мектептерде, мысалы бала шағаларыңыз мектепте отырады, сіз басқа жақта жүресіз. Мысалы ойлайсыз, мен мына жер үй сатып алдым. Мен мысалы өзім жер үй сатып алдым, жақында этаж үйде тұрған. Бірақ біздің сознаниямыз жаңа не ғой, жер үй алсақ аман қаламыз деп алдайсың да өз-өзіңді. Бірақ біз ешқандай жаңағы не жоқ та, гарантия жоқ қой аман қалатынына. Сондықтан адамдар барлық осы форумдарды көріп, біздің көрсетілген волонтерлардың соны көріп, өздері зерттеулерін бастаса, тездетіп, жаңағы мына Олжас, Балжан, Арман, осындай жастарымыз өстіп жаңағы ақпараттарын таратып жатыр. Рахмет. Бізді еститін адамдар бар. Су тасқыны туралы айтатын болсақ, былтырғы су тасқыны бізде әсіресе қатты есте қалды. Себебі Қазақстанның өте көп өңірінде су басты, осы бір ауылды тұтастай су басып кеткен кездерде болды. Сонда осының себептерін интернет желісінде әртүрлі айтып жатады. Біреулер айтады, Ресейде дамбыны әдейі ашып жүрген дейді. Біреу тағы бір себептерін айтып жатады. Енді бұның нақты себебі шынымен де солай ма, жоқ әлде басқа да бір бұған себеп болған жағдайлар бар ма? Енді айта кететін болсақ, бұл өзгерістерді, климаттық өзгерістерді 98-ші жылдан бастап тәуелсіз ғалымдар зерттеген. Қаймыр түбегінде ядраның ығысуы болған. Прыжок дейді, скачок дейді, серпіліс деп айтуға болады қазақша. Соның әсерінен мынау өзгеріс болған, және де магнитный поле неге Қаймыр түбегіне қаратай қазіргі уақытта 5 есе қатты жылдамдықпен ығысып бара жатыр жылдан жылға. Енді ол ғалымдар айтты, мемлекет басшыларына айтты, ООН-ға да хат жазды, бірақ қолдау таппады. Көбі қудаланды, көбі қашып кетті, жұмысынан шығарып жіберді. Сондай біз білмейміз ол туралы, бірақ сондай жағдайлар орын алғанда қарапайым адамдар біле бермейді оны. Соның әсерінен ол ғалымдар айта алмағасын, бірақ білген осындай өзгеріс болып жатқанын, Сібір жақта өзгеріс болып, жердің астынан сол магмалық плюмнің көтеріліп жатқанын, соның енді шешу жолдарын, олар да енді белгілі бір дәрежеге жеткен ғалымдар ғой.
белгілі бір зерттеу, ғылыми жаңалықтармен айналысқан, жаңа технологияларды игерген ғалымдар енді қолдау таппағаннан кейін өздері бел болғанда бірдеңе жасайық, бұлай отыра беруге болмайды деп, және бірнеше ғалым бірігіп сондай климаттық апаттарды ауыздықтап тұратын құрылғы ойлап шығарған. Енді толықтай мән жайын қазіргі уақытта айта алмаймын, бірақ бұл технология, ол құрылғы осы Ресейдің аймағына қойылған. Атап айтқанда осы Сібір аймағына қарай. Және ол осы климаттық өзгерістерді осы күнге дейін ауыздықтап келген, ұстап келген, тежеп келген. Мысалға айтатын болсақ, мынау Америка құрама штаттары мен Ресейде болған апаттарды салыстыруға мүмкін емес. Өйткені Америкада болған апаттар өте мынау бағасы жағасына шығыны жағынан да мынау көптеген қираулар жағынан да көптеген жағдайлар болған, су тасқыны, зілзала, орман өрттері сияқты. Бірақ Ресейде бұндай жағдай бола қоймаған. Неліктен деген сұрақ туындайды. Осы климатты ауыздықтап тұратын құрылғы жұмысын атқарып тұрған. Соның арқасында осы Ресеймен шекаралас елдерде де ондай климаттық апаттар байқалмаған. Бірақ осы ғалымдарды, шындықты айтып жүрген ғалымдарды, осы технологияны, осы құрылғыны ойлап тапқан ғалымдарды Ресейдегі Рацирк ұйымы секта деп жариялап, соның арқасында қудалай бастады Ресейден. Ресейден қуылғаннан кейін олар осы құрылғыны сөндіруге мәжбүр болды. Жарайды, онда бізге айтуға болмағасын, жұмыс істеуге болмағасын, біз бұны алып кетеміз. Бірақ олар ескертіп кетті, Алатыра ғалымдары. Біз бұл құрылғыны алғаннан кейін осы апаттар күшейе түседі деп. Қайтадан сол болмаған апаттар бірнеше жылдың ішінде осы қазіргі болып жатқан жағдайға тез арада жетеді деді. Сосын құрылғыны алып тастады. Содан кейінгі су тасқынын көрдік, өрттерді көрдік, неше түрлі апаттар болып отыр ғой Ресейде де. Жер сілкінісі Камчаткада болды, суға батты, дауылдар, торнадолар пайда бола бастады, қар жауды жаумайтын аймақтарда. Біздің Себебі Қазақстанда сол деп ойлаймын. осы су тасқыны соның салдарынан болды ғой. Ешқандай дамбыдан емес. Ол дамбы ол белгілі бір мөлшерге дейін суды ұстап тұрады. Ол су қайдан келіп жатыр? Қандай себептен келіп жатыр? Ол жайдан жай шығып жатқан су емес қой, жыл сайын келіп жатқан. Ол белгілі бір себептерден мынау климаттық өзгерістер ауыздықталмағасын, аппарат сөнгесін, осындай жағдай орын алды. Соның әсерінен Ресей де батты, Қазақстанға да сол су келді. Қазақстанның мынау солтүстік өңірлері, Ақмола облысы, Батыс Қазақстан, көп жерлер суға кетті. Осы проблеманы шешу үшін үкіметтен біраз қаражат бөлінді, адамдарға енді үйлеріне көмектесті, үйлерін салуға енді шамасы келгенше көмектесіп жатыр. Ол жақсы жағдай негізі. Көп елдерде ауыз су да берілмегенде, қай бір елде жер сілкінісі болғанда бір бутылка су да берілмеген адамдар. Возмещение түгіл.
негізі Қазақстанда бұл мәселе жақсы қолға алынды деп ойлаймын. Бірақ осы алдағы уақытта бұл катаклизмдер күшейе бастайды, ауқымы бойынша, көлемі бойынша. Соған экономикамыз шыдай ала ма, шыдай алмай ма деп соған кейде уайымдаймын, ойланып. Енді Қазақстанның бұлай қазіргі уақыттағы стратегиясы, алға қарай осы төтенше жағдайлар министрлігін дамытып жатқаны, көптеген техникалар алып жатқаны, телефонда да баяғыда 112 деп жазылып тұршы еді ғой, қазіргі уақытта құтқару қызметі деп жазылып тұрады, служба спасения деп. Демек, белгілі бір қадамдар жүргізіліп жатыр осы бағытта. Енді қысқаша айта кететін болсақ, адамзатта екі жол бар. Ол бірінші жол осы жағдайларға, климат өзгерістерге қол қусырып қарап отыра беру. Менің қолымнан не келеді, не істей аламын дегенге бас. Ал екінші жол, әрбір адам мүмкіндігінше осы ақпаратпен танысып, форумдарды көріп, тәуелсіз ғалымдардың айтып жатқан материалдармен танысып, баяндамалармен танысып, осы резонанс туындыру бүкіл әлем бойынша. Негізі қарапайым халық өзі көп болып айтпайынша, резонанс тудырмайынша ештеңе өзгермейді. Ал екінші жол, бірінші жол мысалы құрдымға кетіретін жол болса, жай отырып, екінші жолда адамдар бірлесіп, осы резонансты тудырып, ғалымдардың бірігуіне мүмкіндік жасаған жағдайда, осы атмосфералық су генераторлар енгізілсе, мынау Сібір платформасын, Сібір плюмын, екінші камераларды дегазация жұмыстарын жүргізсе, бұл жағдайда адамзатта шанс бар, енді мүмкіндік бар, ары қаратай тіршілігін жалғастыруға. Ал егер де бұл алдын алу шаралары жүргізілмесе, осылай ары қаратай климаттық апаттар дами берсе, ол жағдайда енді белгілі болып тұрған шығар. Қазіргі уақытта климаттық апаттар екі еселеніп, экспоненциалды түрде, екі еселенген түрде ұлғайып жатыр. Осы кезде бір сұрақ болады ше, енді былтыр осы су тасқыны болғанда зардап шеккен адамдар, енді су қайтты, бәрі орнына келді, үкімет көмектесті. Бірақ сол уақыт өткенмен сол жағдайларды тоже ұмытып кетеді. Как будто ешқандай бір апатты бастан өткермеген адам сияқты дальше жүре береді. Мен соған таңғалам, неге адамдар тез ұмытып қалады екен? Сол мәселені ары қарай ойлау керек, ары қарай бұл мәселе неге болып жатыр деп жаңағы көтеру керек қой. Біз неге ұмытып қала береміз? Осыны таңғалам мен. Халықтың тез ұмытып қалатынына. Бастан өтіп жатыр, қиындықтарды өткізіп жатыр, иә. Тіпті найзағай түсіп, өліп кетіп жатқандар да бар. Бірақ естиміз, ұмытып кетеміз біраз уақыт өткеннен кейін. Неге осылай? Мен Балжан ойымды айтайыншы, жаңағы неге дегені, біз адамдар неміз ғой, жауапкершілік алғымыз келмейді. Жауапкершілікті жаңағы басқа билік басшылар істейді, депутаттар істейді, президент істейді деп жүре береміз. Бұл жерде әрбір адам жауапкершілікті алу керек деймін. Яғни өйткені ол өзінің жақыны, баласы, анасының өмірі, яғни жойылып кетуіміз мүмкін да апаттардан. Сондықтан әрекет жасауымыз керек, жауапкершілікті алуымыз керек, үлкендерше есеюіміз керек,
кішкентай баланың көзқарасындай жаңағы Аллаға тапсырып қойып, Алла тағала деді, апаттарды Алла жіберіп жатыр дейді. Қазір любойын айтшы, ой, көппен көрген ұлы той, көпшілікпен бірге көрерміз, өлсек өлерміз, осылай айтады. Бізде жауапкершілік алғысы келмейді ешкім. Сондықтан да осылай дейсің, иә. Жауапкершілікті алуымыз керек. Әрбір адам, қалай айтсам болады, ертең осы апаттармен мен басыма кесе, мына болып жатқан апат ертең менің басыма кесе, мен жақынымды жоғалтып жатсам не болам деп, сондай соны орнына қою керек та адам. Сонда кішкене болса да оянып түсінер ма? Ада как будто бізде ешқашанда болмайды, бізді Алла тағала құтқарады. 5 уақыт намазым оқимын, таза жүрмін, мені құтқарады. Алла как будто оларға джин сияқты желанияны орындайды. Біз Алла тағалаға адам екенімізді дәлелдеуіміз керек. Біз мал аң емес екенімізді, яғни біз адами, малдан айырмашылығымыз бар, біз адамбыз, бізде жүрек, мейірімділік бар екенін дәлелдеп, яғни басқа адам апаттардан өліп жатса, сол үшін де жүрегіміз қайысу керек, қайғыруымыз керек. Ол менің бәріміз адамзат, адамдар бір-біріне туыс бауыр екенімізді сезіну керек. Яғни бөлінбеуіміз керек. Ұлтқа, нәсілге, дінге біз ортақ бауырмыз, бәрімізді бір Құдай жаратқанын түсіну керекпіз. Сол кезде ғана бізде бірлік, соғыста тоқтайды. Яғни адамдардың жүрегінде мейірімділік оянып, бір-бірін жақсы көрсе, соғыста тоқтайды. Соғысты жасап жатқан адамдар ғой. Сондықтан жаңа жауапкершілікті алу керек деп ойлаймын. Жауапкершілікті әр адам алып, осы мәселені зерттеп, яғни пайғамбарымыздың айтып кеткенін, кейбір адамдар енді Құдайға сенбейтіндер бар, адам сенбейтіндер бар, оны да түсінуге болады. Олардың да таңдауына қарсы тұруға болмайды, ол өз таңдауы. Бірақ та зерттесе екен деп ойлаймын. Біздің айтып жатқан мәселені қазіргі өзі жай ғана осы климатта болып жатқан мынау приложениялар бар ғой, қазір вулканы землетрясение деген, сол жерді ашып қараса, күнде жер сілкіністерінің қаншалық көбейіп жатқанын көруге болады. Сол арқылы зерттесін. Интернет желісі бар, пока бізде мүмкіндік бар, интернет бар. Ертең мынау күннің жарылыстары болып жатыр, қатты. Ғалымдар оны айтып жатыр. Интернет бір сәтте күйіп кетуі мүмкін. Оны орнату үшін бәленбай жылдар керек. Интернет те болмай қалады. Бір-бірімізбен хабар ошарсыз болатын жағдайлар болады деп отыр. Ғалымдар олар біз бекер адамдар емес, олар ерекше адамдар, ерекше тұлғалар, олар өмірлерін осы адамзатқа арнаған адамдар, зерттеулермен айналысады, еріккендер емес. Сондықтан олардың зерттегендерін адамдар кішкене зерттеп қарап, ары қарай ол үшін бір керемет бір дипломы бар, бір жерде басшы болу міндетті емес. Қарапайым дипломың жоқ болса да, әйтеуір сен адамсың ғой, әріп танисың. Ары қарай қарап зерттеп, мына не деп жатыр, ертең осы болып қалса, басымызға кеп қалса не істейміз деп, өстіп адамдар оянса екен деп ойлаймын. Енді қорыта келді сол адамдар осы ұйқыдан оянып болып жатқан апаттарды қарап, бұрынғыдан да болады әрине. Содан аман қалудың жолдарын іздестірсек, неге аман қалудың жолын іздестірмеске деп, сондай кішкене үндеулер тастап, әрбір осы интернет желісінде адамдарға ақпаратты жеткізсе, мыңдаған адамдарға, миллиондаған адамдарға жеткізетін мүмкіндіктері бар адамдар бар. Мысалы адамдар оянып, бәріміз басымызды қосып, бірігіп, кішкене адамгершілік қасиеттерімізді кішкене дамытып дегендей, бір-бірімізбен бауыр ағайын екенімізді есімізге алып, осы қиын жағдайдың астында басымызды қоссақ, осы ақпаратты мән-жайын түсініп, осы интернет желісінде туған туыстар, таныс тамырларымызға осы ақпаратты тезірек жеткізіп, таратып, шығар жол бар деген ғалымдардың болжамдары бәрі бар, ғалымдар бар, дайын технологиялармен.
соның тек қана біз осы халықтың қолында, адамдардың қолында осы ғалымдарға жол ашып беру, бірігу керек. Жалпы айтқанда бірігу керек, басымызды қосуымыз керек достар. Ояну керек. Жан жаққа қарасақ, бұл анау болатын жағдайлар емес, бұл уже болып жатқан, уже қаншама жылдар болып жатқан жағдайлар. Күнде жаңа жер сілкінісіміз бар, су тасқыны бар, әртүрлі сондай климаттық жағдайлардан кәдімгідей адам шығыны көп. Қаншама миллиондаған халық тұратын қалаларымыз қазір адам тұруға жарамсыз болып қалып жатқан жерлер бар. Бұл климаттық жағдай даже аңдарға да, жануарларға да бәріне әсер беріп жатыр. То есть біз жалпы біздің жерге ғана емес, мынау күн сәулесінің жүйесіндегі қанша планета бармыз, мынау Сатурн, Марс, күн сәулесі, ай бәріне әсер беріп жатқан климаттық құбылыс достар. Сондықтан бұның шығар жолы тек қана адамдар басымызды қосып осы ғалымдарға мүмкіндік ашып беру. Пока уақыт бар, уақыт жоқ емес, аз да болса да. Осы аз уақытта осы біздің айтып отырған ақпараттарымызды кішкене интернет желісіне кіріп, тексеріп, шындыққа көздеріңізді жеткізсеңіздер ағайындар, бұның еш қиындығы жоқ. Бұны кішкене зерттесеңіздер бәрі түсінікті. Болып жатқан жағдайлар. Сондықтан адамдардың құлағына жетеміз деген ойдамыз. Сол үміт. Осылай келіп, ақпарат беріп, өздеріңіздің бар білгендеріңізбен бөлісіп, ортаға салып жатқандарыңыз үшін рахмет айтқым келеді. Алдағы уақытта тағы да осындай әртүрлі қызықты тақырыптарды, осы әсіресе климатқа қатысты тақырыптарды талқылап, өстіп әңгімелесеміз деген ойдамыз. Рахмет сіздерге. Сау болыңыз. Сіздерге де рахмет. Жақсы. Олжас жақсы амандық болсын. Майра ханым. Жақсы амандық болсын. Маржан. Сау болыңыз.